адам келсе кипая, фарз кипая болады. Сонымен өтелінеді бір елдікі депті. Енді қайсы бір ел біле тұра жаназаға келмесе, сол елге күнәһарлық болып қалады деген екен, Алла сақтасын. Енді үшінші мақсат не болды? Біз сол елден бір адам келсе кифая болады екен. Қайттан сол елге барғаннан кейін сол елге ескертуіміз шарт болып қалады екен. Жамағат, бауырлар, міне осындай бауырымыз бар еді, бір досымыз бар еді, осындай кісі бар еді, жасы осыншама жаста дүниеден өтті. Бізге де осы күн келеді деп ескертіп қою қарызымыз екен біздердің. Яғни жаназаға келудің үш шарты, құрмет жамағат, осы үш амалмен болады. Неге Құранда әрбір жан иесі, яғни өлімдің ащысын тартады деп, бізге де осы күн бар екенді мойындауымыз керек. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам неге айтты? Сіз жүрегіңіз қатайып, яғни Алладан алыстап, ибадаттан алыстап бара жатсаңыз, жаназаға барыңыз деп. Табиғиндардың уақытысына дейін жаназада уағыз насихат айтылмаған екен, құрмет жамағат. Неге? Ол кісілердің барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір ауыз сөзін есепке алған халде, сол жаназаға келіп, сол жаназадан үлгі алып, содан әрмен қарай ибадатын, құлшылығын жалғастырып кеткен екен. Біз үлгі алу дегенде нені білуіміз керек? Бұл пәленде болыпты, барсақ үйі дайын емес, олмасам барсақ ағайын туыс анандай екен дейтін үлгі емес. Бізге де осы өлім хақ, мен не дайындадым дейтін үлгі бол, құрмет жамағат. Не дайындадық біз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайсы бір жаназада, қайсы бір мәйітке депті, 40 адамдан дейді кейбір риуаятта 4 сапта деп айтады. 4 саптан асқан салих пенделер сол жаназада қатысса дейді, сол кісінің күнәсі кешірілгеніне кафарат болады деген. Яғни ол кісіге жәннат уәжіп болып қалады. Енді ол қандай адам болу керек деді? Салих деп айтты, құрмет жамағат. Біз салих адам болу үшін қандай болуымыз керек? Мен не істедім? Қандай сауабым бар менің жинап қойған? Намазда, құлшылықта мықты болуымыз керек. Енді біздің Абу Дауд, яғни бүткіл хадистерді жинаған ғұламамыз бар. Ол кісі айтады, бүткіл алым, яғни амалдардың барлығының жиынтығы бір 4 хадистен ғана тұрады дейді. Соның ең біріншісі иннамал амалу биннияти, әрбір амал ниетке қарайды деген екен. Әрбір амал, қараңыз, намаз оқысақ та ниетіміз, жаназаға келетін болсақ та ниет керек екен, бір жиын ихсан беруіміз керек болса да ниет керек екен. Ниет мықты болу керек екен, құрмет жамағат. Енді ол ниетпен тұрмайды депті. Екінші бір амалдың жиынтығы бар. Ол амал деген екен. Ниет еттіңіз ба? Амал етіңіз. Міне бүгін күн жаназаның үстінде тұрық, бізге де осы күн бар екен деп жатыр. Намаз оқуымыз керек деп ниет етіп жатыр. Амал болмасам бізге жиынтық, яғни шариғаттың амалы дұрыс болмаған болып қалады, жиналмаған болып қалады. Яғни біз шариғатқа әлі толық амал ете алмаған болып қалады екенбіз, Құдай сақтасын. Енді мән хадамаху дейма, пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам айтқан, кімде кім істесе сол ол кісіге қайтады деген уәде бар. Біз нені айтамыз? Дайым жаназада айтып жатқан жеріміз бар. Құрметті жамағат, жаназаға келерден алдын бір Алланың разылығы үшін дейтін бір дәрет алып келсек, сол мәйітке дұға үшін деп келсек, бағанағы пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам айтқан, уәде еткен сол 4 саптың ішінде жүдә болмасам бір 40 адам сондай болып тұрса, біздің күнәмізға кафарат болса, неге істемеске? Бұл не істеуіміз керек? Бұл үшін өзіміз амал етуіміз керек екен, бізге қайту үшін, құрмет жамағат. Енді сондықтан қазіргі уақытымызда мойындамайтын бір амал бар да, бұл нәрсе өте жоғарға шығып кеткен біз үшін. Бірінші орында тұрады.
Ол қайсы? Ұят болады бірінші болып. Екіншісі бәсеке, ана кісінің үйіне барып еді, біз бармасақ болмайды. Үшіншісі пәленше анандай еді, мен неге ондай болмадым? Осы бәсекеден көре, құрметті жамағат, бәсекені біз алдын қатарға қойып қойдық. Одан да Алланың разылығы үшін дейтін бір ниет, бір ықылас бізде болмай қалған бір уақыт болып тұр. Міне бізге не болады? Ертең бізге де сондай бір бәсекелі адам келіп сапымызға тұрады екен. Міне мән хадама худима, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім бір бауырына жаны ашып, соның жаназасына дәрет алып, соның жаназасына білгенімді оқиын деп келсе, біздің де, менің де жаназама ертең сондай кісі келеді екен. Ал біз біреуге қандай істесек, бізге де сондай келіп қалады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, яғни иннамал амалу биннияти, тағы да бұл амал, армен қарай амалға асу керек деген нәрсені бір ғана жаназаның өзінде осыншама түсіндіріп кеткен, құрметті жамағат. Енді жаназаның сауабы жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан хадисін айтып өтіп кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға айтты, кімде кім жаназаға барса, бір қира деп айтқан, бір қира сауап болады деп айтты. Енді сол жаназамен бірге еріп, жердің басына барса ше, 2 қира сауапқа ие болады деп айтқан. Бұл сауапқа, құрметті жамағат, бұл сауаптың енді бір жобасын айтып өтейік. Сонда сахабалар сұрады, я Расулалла, қира дегеніміз не деп сұрады. Сонда бір үлкен тауды айтқан. Біздердің пайғамбарымыз көп есе деп айтады. Ухуд тауыны есепке алған екен. Мына Ухудтың үлкендігіндей, мына Ухудтай деп келеді екен. Ухудты ғұламаларымыз өлшеп көрсе, 700 метр, яғни ені, 700 метр ұзындығы, 700 метр тағы да ені, оның тоннасы 700 мың тонна деп ғұламаларымыз осылай есептеп шығарған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонша сауапты бір жаназаға келген адамға біріншісіне 1 рет, тағы да мәйт қоюға адамға 2 рет беріп тұр. Бұл сауапқа ие болу үшін, құрметті жамағат, әшейін келген адам болмайық біз. Бұл ибадат, бұл құлшылық, бұл да құлшылық. Болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйген жақсы киімді киіп келейік. Тақияны сүйген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай уақытта? Ибадатта. Еш болмасам осылай ибадатқа келгенде кішкене пайғамбардың қиясына кіріп, қиясқа амал еткен халде келейік, құрметті жамағат. Дәрет алып келейік. Темекін тастап жіберіп жаназаға тұру деген бізде болмасын, Құдай сақтасын. Біздің имам Абу Ханифа рахматуллах алейх айтады, әрбір істің аласыны, ең жақсыны мен шәкірттеріме үйретіп кеткемін деген. Міне біз шәкірттеріміз, құрметті жамағат. Уақыт болып қалды ма? Болды, мәйітті шыға береміз. Құрметті жамағат, айтайын дегеніміз, мынау жаназаның қандай намаз екені біліп алуымыз керек екен. Жаратқан иеміз әрбіріміздің басып келген қадамымызға хасанат, мол сауап жазсын, иншалла. Осы Шаханұлы Әбдімүтәліп ағамыздың имандары өзімен жолдас болып, сол сауапты сол кісінің рухына жеткізе берсін.